Ассалаумалейкум, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай шайға өте дәмді тәттілердің бірі, сонымен қатар балалардың да сүйіп жейтін тәттісі пончикінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттарымыздың барлығын описанияға толық жазып қоятын боламын. Және де ең алдымен бізге жылы сүтімізді осылай ыдысымызға құйып, дәміне қарай тұз, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біртіндеп қантымызды, ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Біртіндеп ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды ең бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырып илеп аламыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен, яғни үлпілдек жұмсақ қамыр илеуіміз қажет болады. Және де осылай қолымызбен ұстаған кезде қамырымыз қолымызға сәл жабысып тұру керек. Одан кейін осылай бөлме температурасына жарты сағатқа көтерілгенше қоямыз. Пончиктерімізді әсемдеу үшін сары май мен шоколадты осылай буға жақсылап ертіп алатын боламыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды 3 бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Және де пончиктерімізді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кез келген формада жасап пісіре берсеңіздер болады. Менде осындай домалақ көлемде кесіп алдым. Және де осындай насадканың көмегімен ортасында жақсылап, яғни кесіп алдым. Тағы да көтерілгенше 15 минутқа қоямыз. Қызып тұрған майымызға орташа отта пончиктерімізді екі жағын қызарта отырып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Яғни майынан жақсылап сорғытып алуымыз қажет болады. Одан кейін жаңағы піскен пончиктеріміздің барлығын ең алдымен суытып аламыз. Дайын тұрған шоколадқа пончиктерімізді жартылай малып, өз қалауларыңыз бойынша бетіне әсемдеп шықсаңыздар болады. Балаларыңызға да сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Және де мен қалған бөліктеріне қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп шықтым. Пончиктерімізді қазір 2 бөлікке бөліп, сіздерге қамырдың қандай жұп-жұмсақ болып шыққанын көрсететін боламын. Міне осындай жұп-жұмсақ, шаймен өте дәмді болып келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.